Бұларды не нәрсе қозғап атқан? Әрдайым жаңағындай іске адам ұмтылып тұру үшін мақсат болу керек екен да адамда. Бұлардың мақсаты не дегенде? Осы өмірдегі мақсат мұраты не өзі? Деп сұрасаңыз, Алла Тағала айтады: "Инна, сөзсіз біз ахласнахум, оларды ықыласқа бөліп жібергенбіз" дейді. Біз оларды ықыласымызбен бір нәрсеге арнадық дейді. Қандай нәрсеге дегенде қараңыздар, бихолисатин зикроддар, ахирет жұрты деген тақырыпқа. Ахирет жұртына деген ықыласқа, ахирет жұртына арнап ықыласымызға бөлей салдық дейді. Содан Малик ибн Динар деген кісі, жаңа ғалымдардың бірі сол кісі айтады. Бұл аяттағы мағына дейді, Алла Тағала олардың жүрегінен дүниеге деген махаббатты, дүниеге деген зікірді алып тастаған дейді. Сондай-ақ бұлардың жүрегі ахиретке деген махаббат, ахиретке деген зікірге арналған дейді. Сондықтан ұғым бар да, Али радиаллаху анху айтқандай да бір өсиетінде ахиреттің балалары болыңдар дейді. Али радиаллаху анху. Дүниенің емес, ахиреттің баласы болыңдар дейді. Негізгі түпкі мақсатта ахирет. Ахирет лайықты деңгейде мақсатыңыз болса сізді дүние ешқашан байлай алмайды. Дүние ешқашан сізді алаңдата алмайды Алла Тағала жақсы көретін істерден. Неге біз алаңдаймыз? Өйткені біз ахиретке деген мақсатты шегелемедік әлі дұрыс. Олар шегелеп тастаған оны. Міне Алла Тағала өзі айтып отыр. Біз оларды ахирет жұртын еске салып тұратын қылып дейді, сосын өзінен кейінгілерге. Кімде-кім ахиретті іздейтін болса, осылардан үлгі алсын дейді. Өйткені біз осылардың бүкіл ғұмырын, осы пайғамбарлардың бүкіл ғұмырын ахиреттің адамы болуға арнадық дейді. Қараңыздар. Бұларға қарасаңыз, тек ахирет деген нәрсенің қалай мақсат ету керек, ахиретке қалай ұмтылу керек, ахиреттің сауабын қалай іздеу керек, осылар ғана көрсетіп бере алады дейді сендерге. Өйткені осыларды арнайы соған арнадық дейді біз. Ахласнахум деп жатыр, қараңыздар. Арнап ықыласымызға бөледік дейді осыларды. Сосын тағы мақтайды. Ва иннакум индана, сөзсіз бұлар біздің құзырымызда, біздің қасымызда, ламинлал мустафайна. Бұлар деген біздің таңдаулы құлдарымыздан ғой дейді. Таңдау деген нәрсеңізді қараңыздаршы, құрметті жамағат. Таңдаулы. Сосын тағы бір сифатын айтады. Әл-ахияр, өте жақсылар ғой дейді бұлар. Жақсылар деген сөздің өзін ойлаңыз да. Қаншалаған еңбектен кейін, өте зор еңбектен кейін ғана Раббылары жақсы деген баға берді оларға. А біз жақсы деген бағаны өзімізге жасап алғанбыз ғой. Бұлар қаншалаған еңбектен кейін Раббылары жақсы деген бағаны сол кезде ғана берді да. Жақсылардан дейді бұлар, қараңыздар. Ахияр, хойрун деген сөзден шығады. Таңдаулылардан, жақсылардан дейді да. Бізге кедергі жасайтын нәрсе, құрметті жамағат, бір қандай да сауапты амал жасасаңыз, сол сауапты амалды ұмытып кетіңіз сол сәтте. Егер ұмыта алмасаңыз, жақсы боламаймыз біз. Сіз оны ұмытқан кезде, Раббың оны ұмытпайды да. Егер сіз оны ұмытпасаңыз, Раббыңыз ұмытады оны. Өйткені сіз оның дүниеде ұмытылмау үшін жасағансыз да. Раббыңыздың дидары деген нәрсе, құрметті жамағат, Алланың разылығын іздеу деген сондай пәк тақырып ол, пәк. Ешқандай қоқыстың араласуын қажет етпейді ол. Аллаға арнадың ба, болды, ұмыт. Көрдіңіз ғой. Біз соны ұмытамаймыз да, сосын өзімізді жақсы деп, біреуден жақсы сөз естігіміз келеді. Бір жерге барып сөз бермей қалсадар, енжіп кәдімгі. Неге? Өйткені жақсысың сен. Сөз берілмей қалды сізге. А бұл кісілерді Алла Тағала Муъминун сүресінде сипаттайды, муъминдерді. Негізінде ол аяттарда Алла Тағала сол әр замандағы муъминдерді бірінші орында сол пайғамбарымыздың сахабаларын келтірген. Сонда мынандай бір сипатты баяндайды. Муъминдерге қажетті сипат. Аллазина ю'туна ма атау. Қандай да бір амалды істесе бұлар дейді. Істегеннен кейін. Ва қулубухум ваджила дейді. Жүректері қорқады дейді. Ерекше бір салиқалы амалдарды жасайды, жүрегі қорқады. Жасайды, жүрегі қорқады. Жасайды, жүрегі қорқады. Неге қорқады салиқалы амалдан кейін? Аннахум иля роббихим раджиун. Раббыларымызға ертең қайтамыз ба деп қорқады дейді. Сосын пайғамбарымыз айтады, қабыл болмай қалама деп қорқады дейді. Көрдіңіз ба? Қабыл болмай қалама деп қорқам дейді. Солар.
міне сондықтан салиқалы істедіңіз ба, оны ұмытып кетіңіз. Мысалы бүгінгі Алла Тағала бізге 5 уақыт намазымызды сәттілігімен нәсіп етті ма? Бүгінгі 5 уақыт намазыңызды оқыдыңыз ба? Сіз енді ертеңгіні ойлаңыз да. Бүгінгі жақсылықтарыңызды болды, айта бермеңіз оны, ұмытыңыз оны. Ең бастысы Алла Тағала кітапқа тіркеп қойса, қабыл етіп, сол маңыздысы. Енді ертеңді уайымдаңыз да, ертеңгі амалдарым не болады деп. Өйткені бүгінгі амандық ертеңгі амандыққа кепіл емес. Сондықтан Алла Тағала әр күнге жеке намазды қойғанда, әр күнге жеке құлшылықты қойған, әр жылға жеке рамазанды қойғанда, міне бүгінгі күнгі амандығыңыз ертеңгі күнге кепіл емес ол. Өйткені ертеңгі күн өзінің сынақтарымен, өзінің нәрселерімен келеді. Міне сондықтан бұл кісілерді Алла Тағала осылай мақтайды, бізге ғибрат болсын деп. Сөзсіз бұлар міне біздің жаңа қасымызда мәртебелері сондай таңдаулылардан және жақсылардан дейді. Сосын айтады: «Васкур, тағы да еске ал. Осы қатарға кіретін тағы бір құлдарым бар, соларды айтып кетейін» дейді. Олар кім дегенде? Исмағилда дейді. Енді тақырып Құрайштың жаңағы меккеліктерге арналып жатыр. Өйткені Исмаил атамыз дейді олар барлығы. Ибрахим мен Исмаилдің мүсініне дейін жасап қағбаның ішіне кіргізіп қойған бұлар. Исмағилді еске ал. Ясағ деген пайғамбарды еске ал. Зүлкифл деген пайғамбарды еске ал дейді. Мына пайғамбарларға деген иман мәселесінде, құрметті жамағат, кейбір пайғамбарларды Алла Тағала егжей-тегжейлі баяндайды. Егжей-тегжейлі баяндаған нәрсеге егжей-тегжейлі сол күйлерінде иман келтіреміз біз. Кейбір пайғамбарларда қысқаша ғана айтады. Сол қысқаша түрінде иман келтіреміз. Алланың даналығы солай қалаған. Ол біледі бәрін. Неге олай айтқандығын. Кейбір пайғамбардың атын ғана атағанда, нақты хабар жетпеген, яғни нақты пайғамбарымыз баяндамаған ол туралы оқиғаны. Солардың біреуі Ясағ пен Зәлкифл деген пайғамбарлар. Кейбір пайғамбарлардың атын да атамаған, елші деп айтқан құр. Мысалы Ясин сүресіндегі «Вадриб лакум мәсәлән асхаб әл-қария». Ей пайғамбар, сен оларға бір мысал келтір, сол кездегі бір ауылда тұрғандарға, бір қаланың тұрғындарына «Из арсална илейхим». Сол кезде біз оларға елшілерімізді жіберген едік дейді. «Из арсална илейхим иснейни». Екі елшіні жібердік. «Фәкәззәбухума». Олар оны өтірікке шығара салды. «Фәғаззазнахума бисәлс». Сөйтіп оны үшінші елшімен тағы қуаттадық. Бұл жерде елшінің атын айтпайды Алла Тағала. Елші дейді. Өйткені ғибрат атында емес та, ол жерде. Ғибрат оқиға немен аяқталған. Үлкен сол бір бет сол тақырыпқа арналған өзі Ясин сүресінде. Ғибраттың соңы жаңағы ненің соңы, оқиғаның соңы беттің соңғы аятында тұр. Үйге қарасаңыздар жаңағы айқындалады өздеріңізге. Міне құрметті жамағат, осы пайғамбарлар Ибрахим алейхиссалам, Ибрахимнің баласы Исмағил, Исхақ, екеуі де Ибрахим алейхиссалам балалары. Исхақтан Яқуб тараған. Міне осы төңіректе Алла Тағала Құранның басқа аяттарында кеңірек сөйлегендіктен бұл нәрселерді кеңірек жаңағы түсінгеніміз дұрыс болады. Сондықтан осы пайғамбарлардың жаңағы азғантай болса да жаңағы қиссаларына, әңгімелеріне пайда алу үшін тоқталамыз.